Сәлеметсіңдер ме балалар, 3-ші сынып математика пәні 33-ші сабақ. 7 санына көбейту және бөлу кестесі тақырыбын өтетін боламыз. Бірінші тапсырма. Біздің сынып бүгін дәлізде кезекшілік атқарды. Олар бір-бірінен аралары 7 қадам болатындай қатарға тұрды. 7-ден сана дейді. Яғни 7-ден бастап 7-ге 7-ні қоссақ 14, 14-ге 7-ні қоссақ 21, 21-ге 7-ні қоссақ 28, оған 7-ні қоссақ 35, 35-ге 7-ні қоссақ 42, 42-ге 7-ні қоссақ 49, 49-ға 7-ні қоссақ 56, 56-ға 7-ні қоссақ 63, 63-ге 7-ні қоссақ 70 болады екен. Енді 7-ге көбейту және бөлу кестесін құрастырып 4 бағанға жаз дейді. 7-ге 7-ні көбейтсек 49 болады. 7-ге 8-ді көбейтсек 56, 7-ге 9-ды көбейтсек 63. Ал енді 8-ді 7-ге көбейтсек 56, 9-ды 7-ге көбейтсек 63 болады. Ал енді 49-ды 7-ге бөлсек 7, 56-ны 7-ге бөлсек 8, 63-ді 7-ге бөлсек 9, 56-ны 8-ге бөлсек 7, 63-ді 9-ға бөлсек 7 болады екен. Ал енді балалар, неге 7 көбейту 7 жағдайынан бастап жазылады? Себебі біз 6-ны көбейту кестесін өтіп қойдық. 6-ны 7-ге көбейтсек 42 болады, 7-ні 6-ға көбейтсек те 42 болады. Балалар, көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтінің мәні өзгермейді. Сондықтан да біз 7 көбейту 7-ден бастадық. Екінші тапсырма. Қай жағдайда есептемей-ақ салыстыруға болатынын достарыңмен талда дейді. Ал енді 3 көбейту 7, 7 көбейту 3-ті салыстыратын болсақ, бұл екеуі тең болады, себебі көбейткіштердің орны ауысқанымен көбейтіндінің мәні өзгермейді. 7-ге 7-ні салыстырсақ, 7-ге 7-ні көбейтсек 49, 8-ге 7-ні көбейтсек 56. Әрине 8-ге 7-ні көбейтсек артық болып тұр. 3 көбейту 7 қосылған 24, 7 көбейту 3 қосылған 73. Балар, мұнда көбейткіштері бірдей, бірақ біреуіне 24-ті қосқан, екіншісіне 73-ті қосқан. Әрине 73-ті қосқан жағы артық болып тұр. 7 көбейту 7 қосылған 20, 7 көбейту 8 қосылған 20. Мұнда балар 7-ні 7-ге көбейткен, ал мұнда 7-ні 8-ге көбейткен. Әрине 8-ге көбейткен жағы артық болып тұр. 7-ні 3 пен 6-ның қосындысына көбейту, ал екіншісі 7-ге 3-ті көбейту, бұған 6-ны қосқан. Әрине 7-ні 3 пен 6-ның қосындысына көбейткен жағы артық болады. Келесі 7 мен 2-ның қосындысын 3-ге көбейту, 7-ге 2 мен 3-дің көбейтіндісін қосу. Балар, 7-ге 2-ні қосып 3-ге көбейтетін болсақ, 7-ге 2-ні қоссақ 9, 9-ды 3-ге көбейтсек 27 болады. Ал 2-ні 3-ге көбейтсек 6, 6-ға 7-ні қоссақ 13 болады. Демек, 7 мен 2-ның қосындысын 3-ге көбейткен жағы артық болып тұр екен. Үшінші тапсырма. Кесте бойынша есеп құрастырып, оларды шығар. Асы кестеде, бірінші кестеде жәшіктің саны берілген, жалпы массасы берілген, бір жәшіктің массасын анықтауымыз қажет. Қысқаша жазбасы саны 6 дана, жалпы массасы 18 кг, массасын анықтауымыз керек. Шешуі: массасын анықтау үшін жалпы массаны санына бөлеміз. 18 бөлінген 6 тең 3. Жауабы: бір жәшіктің массасы 3 кг. Екіншісінде массасы берілген 6 кг, саны 7 дана, жалпы массасын анықтауымыз керек. Шешуі: жалпы массасын анықтау үшін массасын санына көбейтеміз. 6 көбейту 7 тең 42 кг. Жауабы: жалпы массасы 42 кг. Үшіншісінде массасы берілген және жалпы массасы берілген. Массасы 9 кг, жалпы массасы 54 кг. Санын анықтауымыз қажет. Шешуі: санын анықтау үшін жалпы массасын массасына бөлеміз. С тең 54 бөлінген 9 тең 6 дана. Жауабы: жәшіктің саны 6 дана. Төртіншісінде саны 6 дана, жалпы массасы 42 кг. Массасын анықтауымыз керек. Шешуі: массасын анықтау үшін жалпы массаны санына бөлу керек. М тең 42 бөлінген 6 тең 7. Жауабы: бір жәшіктің массасы 7 кг. Ә тапсырмасы. Тауар алмұрт алма. Бір жәшіктің массасы алмұрттікі 6 кг, алма 8 кг. Жәшіктің саны алмұрт 7 дана, ал алманыкі 6 дана. Жалпы массаларын анықтауымыз қажет. Қысқаша жазбасы алмұрт 6 кг-нан 7 дана, алма 8 кг-нан 6 дана. Жалпы массасын анықтауымыз керек. Шешуі: жалпы массасын анықтау үшін массасын санына көбейту керек. Алмұрттікі 6-ға 7-ні көбейтсек 42 кг, ал алманыкі 8-ді 6-ға көбейтсек 48 кг. Ал енді 42 кг-ға 48 кг-ды қоссақ 90 кг. Жауабы: барлығы 90 кг. Б есебі. Есептің қысқаша жазылуын толықтырып, оны шығар. Мұнда өрік және шабдалы көрсетілген. Өрік 9 кг-нан
4 жәшік, шабдалы 8 килограммнан 5 жәшік деп алсақ болады. Барлығының массасын анықтауымыз қажет. Бірінші, өрік пен шабдалының жалпы массаларын анықтап аламыз. Жалпы массаны анықтау үшін массасы мен санын көбейтеміз. Яғни 9 көбейту 4 тең 36 килограмм, 8 көбейту 5 тең 40 килограмм. Ал енді барлығын анықтау үшін 36-ға 40-ты қосамыз, тең 76 килограмм. Жауабы барлығы 76 килограмм. Төртінші тапсырма. Сурет пен кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар. Суретте дәптер 5 дәптер 40 теңге, 56 теңгеге қанша дәптер алуға болатыны көрсетіліп тұр. Яғни олардың бағалары бірдей екен. 5 дәптер 40 теңге тұрады, 56 теңгеге қанша дәптер алуға болатынын анықтауымыз керек. Шешуі: бірінші дәптердің бағасын анықтап аламыз, ол үшін құнын санына бөлеміз. 40 бөлінген 5 тең 8 теңге. Демек дәптер 8 теңге тұрады. Ал енді 56 теңгеге қанша дәптер алуға болатынын анықтаймыз. Ол үшін санын анықтау үшін құнын бағасына бөлеміз. 56-ны 8-ге бөлеміз, тең 7. Жауабы 7 дәптер. Бесінші тапсырма. 5 дәптер үшін 35 теңге төленді. Осындай 8 дәптер қанша тұрады? Кестедегі есепке қара. Есеп сұрақтарына жауап беру үшін нені білу керектігін түсіндір. Бір дәптердің бағасын қалай білеміз? Бір дәптердің бағасын біле отырып, сондай 8 дәптердің құнын тап дейді. Яғни бағалары бірдей екен. Біз 35 теңгеге 5 дәптер аламыз. Ал енді 8 дәптерге қанша теңге төлейтінді анықтау үшін бірінші бір дәптердің бағасын анықтап алуымыз керек. Оны анықтау үшін құнын санына бөлеміз. Бірінші қысқаша жазбасын жазып алайық. 5 дәптер 35 теңге, 8 дәптер қанша теңге екенін анықтауымыз керек. Бағасын. Шешуі: құнын санына бөлеміз. 35-ті 5-ке бөлсек 7 теңге болады. Ал енді құнын анықтау үшін 7 теңгені 8 дәптерге көбейтеміз. 56 теңге. Жауабы құны 56 теңге. Алтыншы тапсырма. Төмендегі А және Ә есептерінің берілуін салыстыр. Ә кесте бойынша есеп құрастырып оны шығар дейді. Бізде бағасы бірдей, саны және құны көрсетілген. Қысқаша жазбасы: 7 дана дәптер 56 теңге, 6 данасы қанша теңге тұратынын анықтауымыз керек. Яғни бірінші бағасын анықтап аламыз, құнын санына бөлеміз. 56-ны 7-ге бөлсек 8 теңге. Ал енді құнын анықтау үшін бағасын санына бөлеміз, көбейтеміз. 8-ді 6-ға көбейтсек 48 теңге. Жауабы құны 48 теңге шығады. Ал енді Ә тапсырмасында бір қораптың массасы әрқайсынікі бірдей, саны 7 дана, ал жалпы массасы 56 дана. Екінші қорап саны 6, жалпы массасын анықтауымыз керек. Ол үшін бір қораптың массасын анықтап алуымыз керек. 7 данамыз 56 килограмм болса, 6 дана қанша килограмм болатынын анықтаймыз. Яғни массасын анықтау үшін жалпы массаны санына бөлу керек. 56-ны 7-ге бөлсек 8 килограмм, демек бір қораптың массасы 8 килограмм екен. Ал енді жалпы массасын анықтау үшін санын массасына көбейтеміз. 8 көбейту 6 тең 48 килограмм. Жауабы жалпы массасы 48 килограмм. Жетінші тапсырма. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін тап. Яғни 7-ні 7-ге көбейтіп, 5 пен 3-тің көбейтіндісіне қосамыз. Екіншісінде 7 мен 7-нің көбейтіндісінен 5 пен 3-тің көбейтіндісін азайтамыз. Дәл осылай өрнектер құрастырамыз. 7-ге 7-ні көбейтсек 49, 5-ке 3-ті көбейтсек 15, 49-ға 15-ті қоссақ 64. Ал енді 49-дан 15-ті азайтамыз 34. 8-ге 7-ні көбейтсек 56, 6-ға 4-ті көбейтсек 24. 56-ға 24-ті қоссақ 80. Ал енді 56-дан 24-ті азайтсақ 32. 7-ге 9-ды көбейтсек 63, 7-ге 0-ді көбейтсек 0. 63-ке 0-ді қоссақ 63-тің өзі шығады. Ал енді 63-тен 0-ді азайтсақ 63-тің өзі шығады. 6-ға 7-ні көбейтсек 42, 9-ға 2-ні көбейтсек 18, 42-ге 18-ді қоссақ 60, 42-ден 18-ді азайтсақ 24. Осылай өрнектер құрып, оларды шығарамыз. 8-ші тапсырма. Өрнектердің мәнін есептеп, жауабын сандықтан тап дейді. Яғни берілген өрнектердің мәнін табамыз, оның жауабы бізде сандықта көрсетілген екен. 63-тен 21 мен 7-нің бөліндісін азайту керек. Бірінші бөлу амалы орындалады. 21-ді 7-ге бөлсек 3 болады. 63-тен 3-ті азайтсақ 60 қалады. Ол бізде сандықта бар екен. Келесі 48-ден 8 пен 2-нің бөліндісін азайту керек. Бөлу амалын орындаймыз. 8-ді 2-ге бөлсек 4 болады. 48-ден 4-ті азайтсақ 44 қалады. 90 мен 34-тің айырмасын 7-ге бөлу. Бірінші жақшаның іші орындалады. 90-нан 34-ті азайтсақ 56, оны 7-ге бөлсек 8 болады. 2 мен 5-тің қосындысын 7-ге көбейту. 2-ге 5-ті қоссақ 7 болады. 7-ні 7-ге көбейтсек 49. Келесі 2-ге 5 пен 7-нің көбейтіндісін қосу. Бірінші көбейтіп аламыз. 5-ге 7-ні көбейтсек 35, 2-ге 35-ті қоссақ 37.
8 бөлінген 4 көбейту 7. Яғни бірінші бөлу 8-ді 4-ке бөлсек 2, 2-ні 7-ге көбейтсек 14. 3-ті 3-ке көбейтсек 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. 18 бен 3-тің қосындысын 7-ге бөлеміз. 18-ге 3-ті қоссақ 21, 10-ны 7-ге бөлсек 3 болады. Осылай орындаймыз. 9-шы тапсырма. Жарқын Ғалиядан біздің сыныпта неше қыз бар деп сұрады. Ғалия біраз ойланып, ең үлкен 2 таңбалы саннан 8 2 рет жазылған санды азайттым. Шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қосқанда біздің сыныптағы қыздардың саны шығады деді. Сыныпта неше қыз бар дейді. Балалар, ең үлкен 2 таңбалы сан бізде 99. Ал енді ең кіші 2 таңбалы сан 10. Ал енді ең үлкен 2 таңбалы саннан 8 2 рет жазылған санды азайтамыз. 8 2 рет жазылған деген сөз ол 88 саны. Демек шешуі 99-дан 88-ді азайтамыз, 11 қалады. Ал енді шыққан санға ең кіші 2 таңбалы санды қосамыз. Ең кіші 2 таңбалы сан бізде 10, 11-ге 10-ды қоссақ 21 болады. Демек жауабы сыныпта 21 қыз бар. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.